Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар және 5-ші курс студенттері. Тәуелсіздігім тұғырым атты осы сіздерге арналған ашық онлайн тәрбие сағатын бастауға рұқсат етіңіздер. Тәуелсіздік тұғырым жалпы беріліп отырған осы тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне қарама-қарсы жүргізіліп отыр. Фармацевтикалық және токсикологиялық химия, фармакология және ботаника кафедрасының оқытушыларының ұйымдастыруымен сіздерге онлайн тәрбие ашық сабағын ұйымдастырып отырмыз. Халқымызға ғасырлар бойы арман болған тәуелсіздік, егемендік ұстанымдарын биікке көтеретін бұл біздің отанымыз әрбір азамат үшін қастерлі мереке. Отанымыздың әрбір азамат үшін қастерлі мереке болып табылатын бұл мереке күнтізбеде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциясының заңының 1991 жылғы 16 желтоқсанында қабылданған болатын. Сондай-ақ осы біздің бұл күнге дейінгі жеткізген ұмытылмас оқиғалар, елді қорғау соғыстары, ұмытылмас оқиғалардың ішіндегі ұлт азаттық көтерілістер қандай ауыртпалықты да көтере білген болатын. Жасымайтын асқақ жігері, рухы қайтпайтын табандылықпен бірге өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақтауы тиіс болып табылады. Бұл еркін сүйгіштік, патриоттық дәстүр 16 желтоқсан оқиғаларына дейін жалғасып келді. Жалпы қазақ еліндегі ұлы отан соғыстарынан бастап ашаршылық жылдарындағы осы 16 желтоқсан оқиғаларына дейінгі жалғасқан соғыстың құрамында келетін болсақ, 200-дей бізде ұлт азаттық көтерілістер болған болатын. Биыл тәуелсіздігіміздің ордалы 30 жылдығы. Біздің уақытымызда өткен оқиғалар бәрімізге өте қымбат болып табылады. Тәуелсіз қазақ жері бұл әдемі және еркін ел болып табылады. Қазақстан ұлы мемлекет. Тәуелсіздігіміздің жарияланғаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеулі табыстарға қол жеткіздік. Бұл көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығының арқасында болып отыр. Тәуелсіздік күні бұл жай ғана мереке емес, бұл Қазақстанда тұратын барлық халықтардың еңбекқорлығы мен достығының нәтижесінде. Сондықтан бұл күнді біз жас мемлекетіміз үшін біртұтас елдіктің, ынтымақтастық пен татулықтың, сонымен қатар өткенге дейін тағзымды салауатпен, болашаққа деген сенімді үмітпен мерекесі болып табылады. Ата-бабаларымыздың алдында тәуелсіздік үшін күресу мақсаты тұрған болса, біздің алдымызда осы тәуелсіздікті нығайта түсу міндеті тұр болып табылады. Осында тәуелсіздік тұғырым атындағы кешті жалғастыру мақсатында 5-ші курс 2-2 топ студенттері жеңіс және мұқадасқа жүргізуге тапсырамыз. Жеңіс, жалғастырыңыз. Рахмет, саламатсыздар ма? Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік тұғырым атты онлайн ашық тәрбие сағатына бастай берейік. Енді осы тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынша қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап күтумен өткен болатын. Армандарды жақындатып тым алыс, біздің жаққа келген екен жылағыз. Егемендік ел бақыты ертеңі, о халайық болсын қуаныш. Азат өлкем күнге күлген шығыстан, асыл елім жан жүректі ұғысқан. Ата-бабам аңсап өткен. Звуктарын өшірсе. Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқын жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Қазақ дейтін менің бір елім, жатыр алып жарда дүние әлемін. Бұл даланың анам жетпес жаспен суырған, бұл далаға жылап келіп қонған. Деп Қасым Аманжолов ағамыз жылағандай, кең байтақ жерімізде қазақ халқының басынан не өтпеді десеңізші. Талай қиындықты бастан кешірсе де, ешқашан мойымай күресе білді. Азаттық таңы туатынына кәміл сеніп үміттерін үзбеді. Ешқашан мойымай күресе білді. Енді осы тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл атты кішкене видеороликті тамашалайық. Жәнібек пен Керейден бастау алған ектілігіміз бен тектілігіміз, әр қазақтың қанынан, жүрегінің жанынан орын. 32 тамырымызда аққан қанымыздың негізі, ар мен намыстан тұрады. Жұдырықтай жұмыр жүрегіміз иман болған. Батыр бабаларымыздың әр соққан сойылы, шапқан қылыш, түйреген найзасы
тәуелсіздігімізге бір қадам болса да. Арыстандай азуы, ер жүрек ерлеріміз ертеңгі ұрпақ үшін дегенде, есесін еш жолымызға. Жоңғар шапқыншылығы. Тардай шашылған қазақтың басы қосылып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарды. Ақ найзаға үкі тағып, қанатын қомдап, биіктерді бағындыра бастады. Батырларымыз рухтанып, жоңғардың батырларымен жекпе-жекте тіл қатырмастан жер жастандырып отырды. Осындай ынтымақ пен берекенің себепкері өз жүзіміздің басын қосқан. 1723 жылдың көктемінде жоңғарлардың 7 түмен әскері қазақ даласына басып кірген болады. Азық-түлік мал-мүлкін тартып алып, қазақтарды шетінен қырқынға ұшыратты. Қазақ тардай шашылып, бұл оқиға Ақтабан шұбырды Алқакөл сұлама деп аталды. Қазақ халқының есінде ұлы қасірет болып, мәңгі тарихқа қалды. 1920-1939 жылдары Кеңес үкіметінің сұрқия саясатымен қолдан жасалған ашаршылық салдарынан қазақ халқының 70%-дан астамы, шамамен 8,5 миллион адам аштықтан қырылды. Сталиннің саяси қуғын-сүргініне ұшыраған 25 мыңнан астам алаш азаматтары түрмеге тоғытылып, ату-асу жазасына кесілді. Говорит Москва. Передаем важное сообщение. Ұлы отан соғысы майдандарында қаза болып, соғыстан оралмаған қазақстандықтардың саны 600 мыңнан асқан еді. Оның 350 мыңнан астамы қазақтар. Бұл пайыздық шығын жағынан қазақ халқы өз жерінде соғыс қимылдары болған орыстармен, украиндермен, белорустермен теңесті. 497 адам Кеңес одағының батыры атанды. Жауға атылған әр оқтың үшіншісі қазақ даласынан шыққан болады. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдым. Желтоқсанда егемен ел болсақ. Желтоқсан оқиғасы кезінде оған қатысқандарды саяси тұрғыдан аштық буыққа ұшыратты. 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды. Дүрбелеңге қатысқан жастар соққының астында қалып, изоляторларда отырды, жұмыстан комсомолдан қуылды. 1991 жыл желтоқсаны бір ғасырға жуық уақыт әлемінде теңгерген кеңестік социалистік республикалар атанған империя ыдырап, қазақ халқы тағы да тәуекел тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол жақтан бастау алған ұлы көш 500 жылға жуық уақыттан соң өз діттегеніне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алдаспан байрағы төгілді. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлады. Егеменді еліміз мәңгі жасасын. Ендігі сөз кезегі фармация 2-1 студенті Құбаш Нұрай Бауыржанқызы, Қазақстан тәуелсіздігі туралы монологы. Сәлеметсіздер ме? Тәуелсіздік тәтті үмітім едің сен. Бостандығым тосқан күнім азалдан, 20 жыл аспан кірсес ажарынан. Сен келгенде серпілгенмін қайғыдан, сен келгенде сары мұңымнан тазарғам. Ессіздерде есем кетті қаншама, кездерде өтті шындық іздеп шаршаған. Тәуелсіздік тәтті үмітім сен едің ғой, талай таңдар таңдайымда тамсаған. Беу азаттық болсаң бізге баянды, аранына жетпей, кетпей тұрып аярдың. Бодан болып көзілгенмін кешемен, бүгін таңда бостан болып ояндым. Рахмет. Рахмет үлкен. Келесі кезекте біз осы Қазақстан тәуелсіздігі туралы сұрақ жауап өткізсек дейміз. Қазір мен қосамын. Көрініп тұр ма? Иә. Иә, көрінді.
Яғни мына жерде сұрақ жауаптар бар, әрқайсысын ашып, сіздерге сұрақ қойылады, және де сіздерден жауап күтеміз. Сіздер бастайсыздар ма? Кім таңдағысы келеді? Бастаңыздар, студенттер. Уақыт шектеулі бізде. Нұрай. Микрофон қосып қойыңыздар. Салт дәстүр 200. Салт дәстүр 200. Қалыңдықтың күйеуінің туыстарымен кездескенде қандай ән орындалады? Онда отбасылық өмірде жақсы кеңестер мен тілектер айтылады. Бұл қандай салт дәстүр? Қалыңдықтың күйеуінің туыстары. Не емес пе, беташар емес па? Жауабын білу баса берейік. Жақсы. Яғни, дұрыс, беташар, бұл осы дәстүр. Жақсы, рахмет. Одан әрі Рахмет. Кім таңдайды? Таңдай беріңдер бір-бірден. Тарих 200 бола ма? Тарих 200. Археологтар тапқан алтын адам қай ғасырға жатады? Так, 1960 жыл болса, ол сақ болғандықтан 6-7 ғасыр емес па? Қазір ашып көрейік. Жауабын. Археологтар тапқан алтын адам негізінде 5 ғасырға жатады екен. Біліп жүріңіздер. Келесі кім таңдайды? Исторические личности 700. Көрініп тұр ма? Сұрақты оқисың ба? В 1962 году председатель Совета министров Республики, человек неравнодушный, неоднократно выступал с трибуны партийных съездов, защищая интересы республики. Однако его отстранили от партийного руководства. Бұл кім туралы жазылған? Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Жауабын білейік. Дұрыс таптың, рахмет. Келесі кім? Белсенді қатысаңыз, Ақерке, Аяулым, Бұрхан, Аягөз, экранға шығып отырыңыз. Салт дәстүр 400. Дәстүрге айналған ұлттық ойын. Осы ойынның шарты бойынша атқа мінген жігіт қызды қуып жетуі керек. Бұл сайыс қалай аталады? Көпке танымал. Қыз қуу ма? Дұрыс, жауабың қыз қуу. Келесі. Салт дәстүрге 800-ге қош. Бата құнды рухани тілек. Бұл поэтикалық шығармашылықтың ерекше түрі. Мұнда айтушы Алла тағаладан мейірімділік сұрайды. Батаны жасы үлкен ақсақалдар айтады. Бата қандай оқиғалар мен жағдайларда айтылады? Баталар жалпы дастарханның батасы болады, және де бір мерекелердің басталар алдында бата болады, қуанышқа бата, яғни де сосын бір үлкен сынақтар өтетін кездерде бата беріледі. Сосын жаңа айту, айкүн дейді ғой, айту, сол кездерде бата беріледі. Рахмет жауабыңа, жауабын білейік. Жауабыңа толықтай қосамын, дұрыс айттың. Яғни бізде дастарханға мейірімділіктерге бата болады. Келесі кім? Тарих 800. Знаменательная дата 200. Герб Казахстана является результатом труда известных архитекторов Жандарбека Малибекова и Шотамана Валиханова. Итак, день рождения государственного герба Республики Казахстан. Яғни біздің мемлекеттік елтаңбамыздың туылған күні қашан? Кім біледі жауабын? 1 маусым. 92 жылы. Жауап қабылдайық. 92 жыл, дұрыс. Келесі?
Исторические личности 400. Родился в 1946 году в Карагандинской области. В 15 лет пошел работать токарем на завод. Одновременно учился в вечерней школе. Закончил Армавирское военное училище. Прошел подготовку к полету на корабле «Союз-ТМ» на орбитальном комплексе «Мир». Присвоено звание Героя Советского Союза. Бұл кім туралы айтылған? Иә, кеңес үкіметінің батыры. Айтсам болады ма? Тоқтар Әубәкіров емес па? Жауабын білейік. Дұрыс, Тоқтар Әубәкіров. Келесі кім жауап береді? Жақсы, ендеше қалған тоқтар. Мен жауап берсем болады ма? Иә, ойынды Айта ғой. сұрақ болсын. Жалғастырамыз. Тарих 600. Тарих 600 ашайық. Алтын Орданың ыдырауы кезінде Қазақстан аумағында пайда болған мемлекетті атаңыз. Ақорда. Дұрыс, Алтын Ордадан кейін бізде Ақорда пайда болған болатын. Ақорда пайда болды. Жақсы, ендеше. Тоқтатамыз ба, келесі? Иә, ойын тоқтатайық. Бізде әлі сұрақтар көп, қалған студенттер қатысу керек. Жалғастырамыз. Рахмет. Көк аспанда солардың желбіреген күні бол, елім деген ұлдардың елжіреген күні бол. Атамекен ақ үйің азат болған күні бол, құндылығыдағы сәбидің қазақ болған күні бол. Сөз кезегі формация 3-2 топтың өлең жұмақтарына беріледі. Айдана бастайсыз ба? Мұхтар Шаханов, желтоқсан алаңы. Сәл аялдап тағзым етпей бұл алаңнан өтпеңдер. Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көкпен бел. Бұл жер қалқам асқақ рух жарылысы өткен жер. Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер. Ерте сейген ару қызда шаштан сиреп тепкен жер. Жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер. Рахмет, Айдана. Балнұр, осындасыз ба? Алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға алакөк, жас бүлдіршін сезімінді жанар етіп қарап өт. Сол арадан сатқындықта елес тиді қарабет. Қарабеттің көбігін даратылға дарабет. Жас бүлдіршін мұз құрсанған шыршаларға қарап өт. Заман мен жеңісі мен жеңілісін санап өт. Рахмет, Аружан. Ұлттың бағы жанар мекен, хас тұлпары нары жоқ, ал біреулер намысы жоқ, жігер қауқар қары жоқ. Кеміспекші желтоқсанның жалаң аяқтары деп, жоқ кешегі сын сағатта көрінеді жаны бот, тұрған солар аяз ұрған қызыл беттің әрі бот. Рахмет, Мария. Дәуірінің тауығына шашылмаған тары боп, тіршіліктегі әр ісінің жаңғырығына болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниені дүр сүркеткен жас толқынның саналы. Даңқын ешкім сүрмей бүркей алмас, оны да еске салады. Желтоқсанның бас алаңы қайсар рух алады. Рахмет. Аягөз. Бар әлемге сәуле шашса ғажаппын, жаңа тыныс алып келер таң күліп. Олай болса алтын жүрек қазақтың, таң басынан күн шығуы заңдылық. Жарып шығып тас түнегін азаттың, шаңырақтан нұр саулысын таң болып, әр дүниеге ғашық болған қазақтың киіз үйді сүю де заңдылық. Ойын найзасын жарқылдатса жасын қып, бір түйір сөз жарқырайтын шам болып, елесіңді табиғатқа ғашық болып, көрнекті сүю де заңдылық. Киесіндей бақыт пенен азаттың, төбесінде жайнап тұрса заңдылық. Зеңгір түкті сүю де заңдылық. Күнді күткен некен бір таң астын, көкейінде дербес сөзі жаңғырық. Рахмет, Карина. Мадина осында ма? Келесі кезекте бізде осы тәуелсіздікке арналған сөз жұмбақ бар. Сұрақтар мен жауаптар қазір қосайын. Бірінші сұрақ. Шәкен Ниязбеков ненің авторы? Иә, дұрыс, ту. Екінші сұрақ. Желтоқсан көтерілісінің құрбаны? Ләззат. Или Сабира. Ләззат.
Үшінші сұрақ. Токсикологияға қатысты термин. Kullanım. Мадина айта қойыңызшы. Токсикологияға қатысты термин. Ағзаға түскен судың улағыш затты немесе басқа бір әсердің салдарынан адам ағзасының тіршілігін бұзауы. Я улану дұрыс. Сонда да өткен тақырыптар бойынша. Улану. Назарбаев елбасы 4-ші. Я дұрыс. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңба. Елордамыздан өтіп жатырған өзен. Есіл өзені. Дұрыс, я, Есіл. Азаттық, наверное, да, тәуелсіздік сөзінің синонимі. Еркіндік. Егемендік. Я, егемендік. Одан кейінгі сұрақ. 5 мемлекетпен шекаралас мұхитқа тікелей шыға алмайтын ел. Қазақстан. Қазақстан, я, дұрыс. Іле өзені. Одан кейінгі сұрақ. Балқаш көлі алабындағы өзен. Іле өзені. Ой, мына сұрақты ұмытып кеттік. Іле өзені. 10-шы сұраққа келсек, мемлекеттің саяси әкімшілік экономикалық мәдени орталығы қалай аталады? Мемлекеттің саяси әкімшілік. Е, бәрі білді. Ақорда? Елорда болады. Жиналыс болады жерде. Және соңғы сұрақ. Білім бұлағы. Білім бұлағы, білім өмір шырағы. Дұрыс жауабы. Кітап болады, я. Рахмет, Мадина. Келесіде біз тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктер туралы қысқаша видеоны тамашалайық. Қазір қосып жіберейін. Я, біз соңғы 30 жылдағы жеткен жетістіктеріміз жайында. мың 1991 жылғы 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы. 1991 жылғы 29 тамыз Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонының жабылуы туралы жарлығы. 1991 жылғы 2 қазан тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшуы. 1992 жылғы 2 наурыз Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының толыққанды мүшесі болып қабылданды. 1992 жылғы 7 мамыр елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылуы туралы жарлығы. 1992 жылғы 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары қабылданды. 1992 жылғы 5 қазан тәуелсіз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Ұлттар Ұйымында алғаш сөз сөйлеуі. 1992 жылғы 29 қазан бірінші дүниежүзілік қазақтар құрылтайы. 1993 жылғы 15 қараша тәуелсіз Қазақстанның валютасы теңге енгізілді. 1995 жылғы 1 наурыз Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. 1995 жылғы 30 тамыз Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. 1997 жылғы 10 қаңтар Астана қаласы Қазақстан Республикасының елордасы болып жарияланды. 2003 жылғы 23 қыркүйек Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. 2006 жылғы 6 қаңтар Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді.
2010 жылғы 1 желтоқсан Қазақстанның елордасы Астана қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. 2012 жылғы 22 қараша Қазақстан әлемдік көрме өткізу құқығына ие болды. 2013 жылғы 24 тамыз Қазақстан халқы ассамблеясының 20 мерейтойлық сессиясы болып өтті. 2015 жылғы 27 шілде Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2016 жылғы 16 желтоқсан тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған декларация жазылды. 2017 жылы Қазақстанда алғаш рет экспо көрмесі ұйымдастырылды. 2018 жылғы 1 қаңтар Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады. 2018 жылғы 12 тамыз Ақтауда 5-ші Каспий саммиті өтті. 2019 жылы 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ел президенті болып сайланды. Жақсы, рахмет. Қорытынды. Енді бізде осы қорытындылай келе 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасына Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің президентіміз болып сайланды. 91 жылдың 16 желтоқсанда осы Қазақстан Республикасы тәуелсіз демократиялық және құқылы мемлекет болып жарияланған болатын. Қорытындылай келе сөз кезегін өзіміздің мұғаліміміз, осы оқытушымыз Қожамжарова Асел Садуақасқызына сөз кезегін берейін. Жақсы, рахмет, Жеңіс. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана еліміздің әлем өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса білінді. Қазақ елін осы 30 жылдың ішінде тәуелсіз қазақ елі қалыптастырылып, нарықтың қиын өткелдерінен аман-есен өтіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясаткерінің ерен еңбегін дәл бүгінде әрқашанда айтып өтеміз. Қазақстан мемлекетіміздің, республикамыздың осы 30 жылдық тәуелсіздік күніне жеткізгенімізге, бүгін сіздермен бірге ұйымдастырып отырған осындай ашық тәрбие сағатымыз осымен жабық деп жариялаймыз. Барлық оқытушы профессор құрамына және студенттерге алғысымыз шексіз. Сіздерге үлкен рахмет айта отырып, бүгінгі сабағымызды қорытамыз. Рахмет барлықтарыңызға. Тәуелсіздік осындай 30 жылдан 300 жылға дейін жасай берсін. Деніміз сау болсын. Барлықтарыңыз атсалысқандарыңызға үлкен рахметімді білдіргім келеді. Осындай тәуелсіздік, көк туымыз желбіреген мемлекетімізде барлығымыз белсенді атсалысып, деніміз сау болып, үлкен осындай тәуелсіздік елінің тұғырлы азаматы бола беріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо. Спасибо большое. Сау болыңыз. Лев.